Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындауға болатын макароныңыздың құрамымен бөлісемін. Достар, ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, маған комментарий, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі ыдысымызға миндальды ұнды, сахарный пудраны салып, жақсылап араластырып аламыз. Миндальды ұнның ұнтағы өте ұсақ болғаны дұрыс, себебі біздің макароныздар миндальды ұнның ұнтағы ұсақ болса, беткі қабатты жылтырап біркелкі болып піседі. Егер осындай видеодағыдай комочектар болып жатса, ситу арқылы өткізіп алғандарыңыз дұрыс. Міне біздің миндальды ұн дайын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ұсақ, сондай жұп-жұмсақ, үлпілдек болу керек. Енді макаронымыздың ақуызын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тап-таза ыдысымызға ақуызды құйып аламыз және оның үстіне аздап тұз себеміз. Енді миксердің ең төменгі жылдамдығынан жоғары жылдамдыққа дейін миксерлейміз. Достар, осылай ең төменгі миксермен миксерлеген кезде біз осындай көпіршігенге дейін қант қоспаймыз. Достар, осылай аздап көпірей бастаған кезде біз аз-аздан қантты сала отырып, миксердің жылдамдығын көбейтіп отырамыз. Міне достар, біздің ақуызымыз дайын болып қалды. Енді осы ақуыздың үстіне біз осындай пищевой красительді қосамыз. Мен осындай қызыл пищевой красительді қосам. Сіздер қандай түс қаласаңыздар, сол түсті қоссаңыздар болады. Қазір осылай пищевой красительді қосып, тағы да бір 2 минуттай миксермен араластырып аламыз. Келесі дайын болған ақуызды жаңағы миндальды ұнның үстіне барлық ақуызды салып, осындай кондитерлік қасықтың көмегімен төменнен жоғарғы қарай араластырамыз. Макаронымыздың консистенциясы осындай болу керек. Дайын болғаннан кондитерлік лопатканың көмегімен осылай көтереміз. Сол кезде консистенция өзі түсуі керек. Келесі кондитерлік пакетке жаңағы дайындап алған консистенциямызды салып аламыз. Енді формаға многоразовый тефлоновый коврикті саламыз. Жай пергамент қағазы жарамайды, онда біздің макаронымыздарымыз шықпай қалады. Достар, кондитерлік магазинде макаронымызға арналған ковриктар сатылады. Енді біз макаронымызды осылай құйып шығамыз. Ең соңында осындай шошайған қамыр шошайып қалса, оны соңында мен сіздерге көрсетемін. Яғни форманы 2 рет осындай үстелге қағып жіберу керек. Макаронымыз осылай құйып болғаннан соң 20 минуттай тұруы керек. Енді макаронымызды 150 градуста 14 минуттай пісіріп аламыз. Макаронымыз толығымен дайын болды. Астында осылай юбка шығу керек, және де ішкі жағы да көтеріліп, әдемі болып пісіп шыққан. Достар, енді біз үй жағдайында дайындауға болатын заварной кремді қолданамын. Заварной кремнің құрамы менің YouTube каналымда бар.
сіздер өз қалауларыңызша басқа да кремді қолдансаңыздар болады. Яғни бұл макаронсқа торттың кремін қолдануға болады, карамельді қолдансаңыздар болады. Енді макаронстың бірінші бөлігіне осылай кремді жағамыз да үстіңгі жағына осылай келесі макаронсты қоямыз. Міне достар, макаронстарды осылай дайындап алдым. Енді оның беткі бөлігін әсемдейтін боламыз. Яғни мен бағанағы заварной кремді қолданамын және де кейбіреуіне шоколадтан жасалған глазурды құйып шығамын. Сіздер өз қалауларыңызша әсемдеулеріңізге болады. Келесі әсемдік үшін макаронстың үстіне осындай клубника және де малина, голубика, смородинаны қойсаңыздар болады. Ол енді өз фантазияларыңызға байланысты. Макаронстар толығымен дайын болды. Осы макаронстарды дайындау арқылы бизнес жасасаңыздар болады.